Сәлем достар, бүгін сіздермен бисквит дайындайтын боламыз. Менің рецептіммен жасасаңыздар өте жұмсақ, үлпілдек және биік болып шығатынына 100% кепілдік беремін. Менің арнама тіркеліп алыңыздар достар. Бізге қажетті болатын заттар: жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлек ажыратып аламыз. Ақ уызын салатын ыдысымыз біздің құп-құрғақ, ешқандай су болмау қажет. Біздің ақ уыздарымызға ешқандай жұмыртқаның сары уызы араласып кетпеу қажет. Егер де сіздерде сары уыз араласып кетсе, оны қасықпен шетінен алып тастасаңыздар болады. Міне біз бөліп алдық. Енді біздің ақ уыздарды шайқайтын ыдысымызда тап-таза болу қажет, және миксеріміздің тістері де тап-таза болып, ешқандай су болмау қажет, құп-құрғақ болу қажет. Мен барлығын алдын салфеткамен сүртіп алдым. Ал енді ақ уыздарымызға қантты қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Ақ уыздарымызды төңкерген кезде ешқандай ақпауы қажет. Міне бізде ақ уыздарымыз осындай болып араласты. Міне мен төңкеріп көрдім, ешқандай ақпайды. Сіздерде де сондай болып шығу қажет. Ал енді біз сары уыздарын араластыратын боламыз. Достар, бізде жұмыртқаның ең алдымен ақ уызын араластырып алғандарыңыз жақсы. Өйткені жұмыртқаның сары уызы ақ уызға араласып кетпеу қажет. Егер де сіздер жұмыртқаның сары уызын араластыратын болсаңыздар, бірінші одан кейін миксерді жуып, тазалап отыруларыңыз қажет болады. Сары уызды да мен жақсылап аппақ болып көпіргенше араластырдым. Енді ұнымызға қопсытқышты салып, бөлек ыдысты араластырып аламыз да електен өткізіп отырып қамыр жасаймыз. Ең алдымен біз ақ уыз бен сары уызымызды екеуін бірге қосып, қасықпен астынан төменнен жоғарыға қарай араластырып аламыз. Миксермен араластыруға болмайды. Міне біз ақ уыз бен сары уызды бірге қостық. Енді оған ұнымызды електен өткізіп отырып қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп отыру қажет. Және бөліп саламыз. Ұнды бірге салуға болмайды. Әйтпесе сіздердің бисквиттеріңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Оны да салып болған соң астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Міне біздің бисквиттеріміз ұнын араластырып алдық. Оны ұзақ араластырып тұрудың қажеті жоқ. Осында үлпілдек болып тұрған кезінде формаға салып пісіріп аламыз. Алдымен мен форманы дайындап алдым. Ол үшін бізге пергамент қағазы қажет болады. Оған видеода көрсетілгендей жасап, оны пергамент астына қойып аламыз. Сосын үстіне жаңағы бисквиттің қамырын құйып, бір тегістеп аламыз. Енді бисквиттеріміздің бетін тегістеп болғаннан соң пешті алдын ала 10 минут бұрын қыздырып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пеште қойған кезде бетін ашпай пісіреміз. Міне біздің бисквиттеріміз осындай үлпілдек болып пісті. Піскенін біз ағаш таяқшамен тексеріп көреміз.
не осындай құп-қорғақ болып шығуы қажет. Ал енді бисквитімізді пешке қайта салып, пештің қақпағын кішкене ғана ашық қалдырып, суығанша күтеміз. Бисквит суымай жатып, формадан босатуға болмайды. Әйтпесе біздің бисквитіміз кішкене болса да басылып қалады. Ал енді мен суу үшін осылай жасаймын, астын үстіне төңкеріп. Ол міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне біздің достар, бисквитіміз дайын болды. Енді оны формадан босатамыз. Алдымен шет-шетін кесіп аламыз. Мен шет-шетін форманың жан-жағын майлаған жоқпын. Егер де форманың жан-жағын майлайтын болсақ, біздің бисквитіміз бұнда үлкен болып көтерілмейтін болады. Ал егер сіздер майласаңыздар, әрине шет-шеті жабыспай әдемі болып түседі. Бірақ ондай болып көтерілмейтін болады. Ал енді оны асты үстінен төңкеріп, тағы да кішкене ғана уақыттай суытып аламыз. Міне біздің бисквит дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.